Бүгін сіздермен өте тез дайын болатын таңғы астың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Біздің таңғы асымызға жұмыртқа, лаваш және де ірімшік қажет болады. Ыдысымызға суымызды құйып, үстіне лавашымызды қойып, су сіңгенше тосамыз. Лавашымыз дайын болғаннан кейін ұзыншалап туралған ірімшіктерімізді тура осы видеода көрсетілгендей етіп шет жақтарына орналастырамыз. Табамызға зәйтүн майын құямыз. Ортасына жұмыртқамызды құямыз. Бетін жауып, отымыздың астын баяулатып, 2-3 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің таңғы асымыз дайын, жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.